Қармақшы ауданының Ақай ауылында жаңа дене шынықтыру сауықтыру кешенінің салтанатты ашылу рәсімі өтті. Бұл қуанышты сәтке облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев арнайы келіп қатысты. Аймақ басшысының Қармақшы ауданына жұмыс сапары барысында жүзеге асқан маңызды шара ауыл тұрғындары үшін үлкен мәртебе болды. Ашылу рәсіміне Қазақстан Республикасы парламенті сенаты мен мәжілісінің депутаттары Руслан Рүстемов, Мұрат Абенов, Мархабат Жайымбетов, Мұрат Ергешбаев, сондай-ақ зиялы қауым өкілдері мен ауданның ел ағалары, тұрғындары қатысты. Салтанатты жиында сөз алған облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев жиналған қауымда жаңа спорт кешенінің ашылуымен құттықтап, бұл игі істің халықтың денсаулығын нығайтып, жастарды спортқа баулудағы маңыздың ерекше атап өтті. Аз наурыз еңсесі биік елдіктің, ырыс пен ынтымақтың мерекесі. Халқымыздың бай мәдениеті мен салт дәстүрінен бастау алатын ізгілік пен мейірімділіктің, татулық пен сыйластықтың мәңгілік құндылықтардың жаршысы. Ұлыстың ұлы күні сыр жеріне толайым жаңалықтарымен келді. Биыл еліміз үшін, өңіріміз үшін мерейтойлар жылы. Жыл басынан бері Қармақшы ауданында 3-ші интернационал Дүрөңғар елді мекендерінде, Сырдария ауданының Бесарық ауылында дене шынықтыру сауықтыру кешендері ашылып пайдалануға берілді. Ұлыстың ұлы күні қарсаңында Ақай ауылында да жаңа спорт кешені ашылып, ел игілігіне табысталуда. Баршаңызды жаңа спорт кешенінің ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Жаңа дене шынықтыру сауықтыру кешені ауыл жастары үшін таптырмас мүмкіндік. Мұнда күрес, шығыс жекпе-жегі, бокс, шахмат және фитнес залдары жұмыс жасайтын болады. Бұл әр жастағы ауыл тұрғындары үшін спортпен жүйелі түрде айналысуға жағдай жасалғанын көрсетеді. Аталған шара барысында Қармақшы ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына үлес қосқан бірқатар азамат және спорт кешенін салуға атсалысқан құрылысшылар облыс әкімінің алғыс хаттарымен марапатталды. Осындай марапатпен Төре Тамкентінің әйелдер кеңесінің төрайымы Аралбаева Ахметкүл марапатталады. Облыс әкімінің алғыс хатымен Ақай клуб үйінің техникалық қызметкері Берімбет Гүлнар. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Мұрат Ергешбаев та жұртшылыққа жүрекжарды тілегін жеткізіп, ауыл халқын айтулы мерекемен құттықтады. Мына жаңа жылымыз жақсы, осы Ақай ауылына жақсылығымен келіп жатыр. Мына дене шынықтыру кешені іске қосылып жатыр. Енді осыдан бір 15 жыл бұрын бұл дене шынықтыру тұрғалы жол мәселесі тұғын күдігі болатын бұл елде. Есіңізде ғой, анеке білесіз ғой сіз жақсы. Ол сол кезде ғана мектеп қана енді ғана басылған еді, олда да жырын тапты. Бірақ енді осы бір соңғы 2 жылдың ішінде мына кешене газ қосылып жатыр. Газ мәселесі, жол мәселесі кесіліп жатыр. Бұның барлығы біздің өңіріміздің мана соңғы жылдары дамып өсіп келатқанның бір дәлелі. Биыл амандық болса, ауыз су мәселесі 100% өңірде шешіледі. Жаңа кешен ауыл тұрғындарының қуанышын еселей түсті. Мәселен, Елеу Көшербаев атындағы нөмірі 279 мектептің мұғалімі Айнұр Бүршік енді бос уақытын тиімді өткізу үшін фитнес залына жиі келіп тұруды жоспарлап отыр. Ол әріптестермен бірге кешкілік уақытты дене шынықтырумен айналысып, салауатты өмір салтын ұстануға бел буғанын жеткізді. Мен Ақай ауылының тұрғынымын. Бұрынғы біздің кезде, біздің немізде бұндай спорт кешені болмаған. Біз телевизордан ғана көретінбіз. Міне керемет біздің Ақай ауылымызда керемет спорт кешені ашылып жатыр. Міне достарым, қыз-келіншектердің барлығы фитнеспен айналысып жатыр. Міне жақсы көңіл күйде болып жатыр. Әрдайым осындай ғимараттарымыз, спорт кешендеріміз ашыла берсін. Мен енді аптасына 2 рет келгім келіп отыр. Жұмыста болғандықтан бос уақытымда айналысқым келіп отыр. Оларға мен енді жарнамалау ретінде достарымды, қыз-келіншектерді барлығын шақырып, осы спорт кешенінде спортпен айналысамыз. Мен спорт бос уақытымда кітапханаға баратынмын. Енді тағы да қосымша жұмыс қосылды. Қуаныштымын өте. Достарым да қуанып жатыр. Мен де өзім де қуаныштымын. Спорт кешеніне енді бос уақытымда келуге тырысамын. Ал 11 жастағы ауыл тұрғыны спортқа жаны құмар Нажмадин Серіков үшін бұл кешеннің ашылуы көптен күткен қуаныш. Бұған дейін бокс үйірмесіне қатысу үшін іргеле жатқан Төретам кентіне барып жүрген Нажмадин енді Ақай ауылында өз спорттық шеберлігін дамыта алады. Бұл оның арманына бастар үлкен мүмкіндік. Бұрын Ақайдан Төретамға қарай қатынап тренировка жасап жүретінмін. Ал қазір осы зал ашылғаннан осы залдың ішінде дайындалып, Құдай қаласа чемпион болып шығамыз.
Сол секілді, нөмірі 277 мектептің 10 сынып оқушысы Жансая Мұхамбетова да 3 жылдан бері шахмат үйірмесіне қатысып, түрлі облыстық, аудандық жарыстарда топ жарып жүр. Жаңа кешеннің ашылғаны ерекше қуанып, алдағы уақытта биік белестерді бағындыруға талпынатынын айтты. Мен бала кезден шахмат ойнап жүрмін. Осы Ақай ауылында жаңадан спорт кешені ашылды. Біз өте қуаныштымыз. Біз болашақта чемпион болатынымызға сенімдіміз, себебі бұл жерде барлық жағдайлар қарастырылған. Спорт кешенін аралаған облыс әкімі әрбір үйірмеге қатысып жатқан балалармен тілдесіп, оларға сәттілік тілеп, спортқа деген ынталарын арттырды. Аймақ басшысы Нұрлыбек Нәлібаев жергілікті спортшыларға өз қолтаңбасын қалдырып, бұл сәтті есте қалдырды. Қандай керемет. Ауыл ел бесігі бағдарламасы арқылы қандай керемет. Жақсы ма, құтты болсын. Алға тек, жақсы, болмасын. Сыйлық сіздерге, жақсылық болсын. Ал табыстар тілейміз, жеңістер тілейміз сіздерге. Бұл кешен тек спортпен шұғылданатын орын ғана емес, ауыл өмірінің жаңа тынысы. Ақайлықтар үшін бұл үлкен серпін, жаңа бастамалардың бастауы болмақ. Олжас Дәует, Нұрдәулет Ғалымжанова, Индира Раисова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы Қармақшы ауданынан.